айтып алтын жүзікті айтпаған нес? Диана ханым, алтын бар ғой, шыны керек, білмеймін, сыртта да негізінде беріп отырмын, оған дейін де уже біраз енді андай романтика, Нұртас әдемі фон ойнайды, сіз кәдімгі жүзікті аласыз, жүректің ішіне кіресіз, қолына, саусағына тағасыз, өмірлік жарым қайтадан болшы деп айтасыз. Жаным менің, еркем менің, ерке тотайым, сәнім, сұлуым, махаббатым менің. Енді осыған дейін қанша ұрыс не болды, сол моментті бұзып алдық па, сол моментті қайтадан дұрыстап, маған тұрмысқа шығасың ба. Ақерке, жауабыңыз? Иә, әрине. Әрине, иә. Күшті. Бүгін осындай шеру, қалыңдықтардың шеруі болып жатыр Қосылайық жобасында. Жайғасыңыздар, және Еркенің сізге қандай сыйлығы бар екен? Негізі алдында екеуміз бір жүреміз ғой магазин аралап, сол кезде бір аяқ киім көрген болатынмын. Негізі оны алдында помните, бір спортивка сыйлап едім ғой. Оны кимей қойды. Бұл талғамы вообще келмейді. Өте қиын, иә, талғамы. Содан кейін вообще алу қиын да, содан кейін бір аяқ киімді көріп қалды, бірақ безеді, осы аяқ киімді көруге сенің тойыңа киемін дейді да. Соны айтамын, мен тойым ба Тараздағы деген сияқты. И сол аяқ киімді өзі ұнатқаннан кейін тойға киетін туфли деп айтайыншы. Менің тойыма киші деп. Ұзату тойына киетін аяқ киім, қане киіп көріңіз, өлшеп көріңіз. Жас қойып дейші, для Бека Тапашев жас қойып. Бека Тапашев. Ал киіп көріңіз. Ішінде таңға қосып жатыр өзі. Ішінде аяғына үлкен болып қалмасын не специальный салып қоятын бар ғой, сондайға. Ұлтарақ па? Иә. Өлшемінен қателеспедіңіз ғой? Жоқ. Бұра бол керек. Қане, қырынан көрсетіңіз, қырынан. Әдемі. Өте сәнді. Рахмет, көп, үлкен рахмет, мұндай шо. Жан ханым, шыны керек, негізінде сыйлық сыйлаймыз ғой, мен айтатын, маған қатты сыйлық сыйламасаң да болады, өзің қасыңда соң болады. Өйткені шынымен де мен бар ғой, білмеймін, өзіме де ол жағдай кейде ұнамайды. Киімді қатты таңдаймын негізінде, білмеймін бәрі. Айтып алтын жүзікті айтпаған нес? Диана ханым, алтын бар ғой.